Ассалаумағалейкум достар. Ассалаумағалейкум. Паулмен кездестік, Ольгамен кездестік. Өте керемет адамдар, әншілер, модераторлар. По Германии сол қазақша, немісше, орысша өлең айтып жүріп жатырмыз, короче. Всем привет! Мы сегодня собрались здесь, чтобы встретиться. Казахские обычаи сегодня. Мы снимали клип. И сняли первую нашу казахскую песню. Күтіңдер, шығады. Скоро. Премьера деген. Ждите. Германияда, Германияда осылай кездесіп жатырмыз. Бәріне сәлем Қазақстанға. Германиядан сәлем. Алға Привет, Қазақстан. привет всем с Германии. Жап-жақсы бетімді ашып отыр ет. Сонда мен жаңа айттым ғой анау панельді көрген кезде тарих матай тау ма екен, тымаққа таққан бау ма екен, алыстан келген бауырымның дені қарны сау ма екен деп пышақтап жатыр міне. Ай, жігіттер, қаламай. Сәлематсыз ба достар? Бұл бейнеде біз сізге 90-шы жылдары туған елінен көшіп кеткен этникалық немістердің Қазақстанның тәуелсіздік күнін тойлау үшін қалай жиналатынын көрсетеміз. Бүгінгі кездесудің бастамашысы жүргізушілер мен әншілердің әйгілі жұбы Пауль Фридрих пен Ольга Каспер. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Мынау Қазақстанның өзіміздің егемендігін алып, соған қарсы бәріміз жиналып жатырмыз. Мына бауырым өзің келіп қалыпсың, рахмет саған. Алла тағала әйтеуір жақсылық берсін. Аман болайық, осындай бір қуаныштарда жолықтырайық. Мында не болып жатыр көрейік. Сәлематсыз ба? Сәлеметсіз ба? Не істеп жатсыз? Мына жерде міне қамыр жайып жатырмын. Ет асамыз ба бүгін? Ет уже дайын тұр. Керемет. Сіз Қазақстанда қайда тұрдыңыз? Қазақстанда Ақсуатта. Себейдің жанында ма? Семипалатинская область. Германияда қанша жыл тұрасыз? 21 жыл. 21 жыл болды. 2002 жылға келдік. Содан 21 жыл болды тұрып жатқанымызға Қазақстанда. Уақыт көп болды. Қазақша өте жақсы сөйлейсіз ғой. Жолдасым қазақ қой, үйде қазақша сөйлейміз. Қайдан келдіңіз? Біз енді келгеніміз 20 жыл болды. Құрметті Қазақстанда. Мереке тойларыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Әр үй отбасы аман болсын. Еліміз тыныштық болсын. Келгенімізге 20 жыл болды, бірақ сағынамыз. Қазағымыз енді туған жеріміз, еліміз деген сияқты. Көршіміз жақсы болдық сыйласында. Балаларым бәрі осында, 11 немерем бар, 2 шөберем бар. Мына құдағы. Мына үлкен құдағы. Үлкен құдағы осы қасында. Жанында отыр жатыр. Сол міне кіші сіңлім шелпек жайып жатыр, бүгін міне осылай бір неме жасайық деп. Мына кісі кім? Мына кісі менің күйеуім. Атамыз. Ата? Сәлем десекші Қазақстанға. Сәлем Қазақстанға. Апеде бірдеңе айтпашы. Бізден үлкен сәлем, енді мына көріп отырсыздар ғой, мына жерде мен келіншегім Қазақстанға шелпек жайып, осы Қазақстанның тәуелсіздік алғанына енді бәріміз жиналып жатырмыз. Сұлтан бауырымыз келіп қалып, біраз видеоға түсіріп, енді Қазақстанға жібереміз деп тұр. Бұл енді кісілер бәрі отырғандарымыз өзіміздің қайынекем, мынау бажа, бұл кісі жеңгем, бұл құдағиымыз, ар жақтан құдашамыз отыр. Мына менің жұбайым, осындай енді жақсылықта жолығып, қуаныш күнде көп бола берсін. Бізге енді келгенімізге 20 жыл болды, бірақ мына өзіміздің дәстүрімізді, салтымызды ұмытқан жоқпыз. Өстіп жиналып, анда-санда бір видео түсіріп қоямыз. Осындай бір Чай ішеміз. Чай ішеміз деген сияқты енді елімізді жеріміз сағынамыз. Енді Қазақстан біздің отанымыз ғой, туып өскен жеріміз сол. Бәріңізге сәлем. Ақсуаттарымызға бәріңізге сәлем. Ақсуатқа сәлем бізге. Астана, Алматы. Найманбыз. Наймансыңдар ма?
четвертый жыл Ой, яр айтады ғой немістер 4-ші жыл деп. Қоқабаймын. Қорқабай. Мен емеспін. Из Казахстана. Құрт. Қазақтың құрты. Мына өзіміздің пісірген бауырсағымыз. Иә. 20 жыл болды Қазақстаннан кеткенімізде, бірақ дәстүрді ұмытпаймыз. Бауырсағымызды, құртымызды, шелпегімізді бәрін жасаймыз әлі. Ол енді біздің туған жеріміз, еліміз, өскен жеріміз деген сияқты. Қазақ айтады ғой, кіндік қан тамған жер, ол елім, жерім. Және қазақтар сыйласымды ғой. Және былай айтқанша 52 жыл бірге тұрдым, бәрін үйрендім. Осы уақытқа шейін сол дәстүрді ұстаймыз. Наурыз тойлаймыз, бәрі мейрамдарды тойлаймыз. Керемет. Қалтамнан шығарып, ластырға қойып, чепік жайып, чепік саламыз. Қазы бәрі дайын, кет бәрі дайын. Сорпасы бәрі дайын. Çelpek жайылып жатыр. Çelpek деген жайылып жатыр. Осы енді мен Қазақстан несін, тамағын жасап, бәрі тойларда отырып тойлап, отырып жүреміз. Керемет. Құрметті Қазақстанда біздің бауырсағымыз міне мынау. Қазақтардың үйренген бауырсағымыз, әлі үшін пісірам. Бүкіл Германия жауыз дейді бауырсақтардан. Той болсын, туған күн болсын. Бәрі заказ береді. Міне осындай бауырсақ пісіреміз біз. Иә. Запай бізге бауырсақ пісіріп береді. Розақтаймыз. Еміне түрлі бауырсақ бар. Түрлі бауырсақ бар. Немше брөткен дейміз ғой, брөткен. Берлина. Берлина деген. Берлинға ұқсайды, әрине. Алайда біздің неміс бауырларымыз тұрғылықты жерін ауыстыра отырып, олар жүректерін өзгерткен жоқ. Онда әлі де Қазақстан тұрады, жан жарылып жатқан отан. Бұл бейненің жалғасын міндетті түрде біз шығарамыз. Жалғасын күтіңіз екінші бөлімін. Егер сізге бәрі ұнаған болса, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Пікірлеріңізді күтеміз. Сау болыңыздар.